Армысыздар қадірлі көрермендер, Сарыарқа телеарнасының тікелей эфирінде Арқа Ньюс. Студияда мен Айгөз Тұрсынбай, алда көретіндеріміз. Дәрігерлердің баспана мәселесі шешім табуда. Жезқазғандық 8 жас отбасы пәтер кілтіне ие болды. Ақша емес, карта қажет. Қарағандыдағы қоғамдық көліктердің барлығы сәуір айынан бастап электронды билетке көшеді. Жолаушылар тасымалындағы өзгерістер жайлы бірер минуттан соң. Тұрғындарды толғандырған түйткіл қашан шешіледі? 30 жыл бойы пеш жағу бейнетінен арылмай келе жатқан Шахтер кентінің жанайқайы алдағы сюжетте. Жезқазған қаласындағы дәрігер мамандардың тапшылығы пәтер беру арқылы шешімін табуда. Осы тұрғыда 8 жас маман қоныс тойын жасап, үйлі болды. Оларға пәтер кілттерін Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбектің өзі арнайы барып тапсырды. Жас мамандар үшін жаңа жыл жағымды жаңалықпен басталды. Оларға қызметтік пәтер кілттері табысталды. Жезқазғандық үй алмаған ақ халаттылар алдағы күз айында баспаналы болуды армандап отыр. Тығырықтан шығу үшін жергілікті билік көп қабатты үйлерді сатып алып, оны күрделі жөндеуден өткізуде. Келешекте басыбайлы баспанаға 300-дей медицина саласының қызметкерлері қол жеткізеді деп жоспарлануда. Күзде тағы 45 ақ халаттыға үй кілттері табысталмақ. Өз алдымызға осындай мақсат қоюымыз қажет. Сол кезде тағы осындай жағымды жаңалықпен қуантайық дегім келеді. Облыс әкімі жұмыс сапары барысында Мысты шаһардағы медициналық колледжде болды. Аталмыш мекеме қаланың әлеуметтік экономикалық кешенді жоспар аясында қалыпқа келген. Бұл жоба осыдан 3 жыл бұрын қолға алынып, осы жылы толық аяқталған. Қалада диагностикалық орталық пен емхана және наркология мен жетіс орталығы мен балалар туберкулезге қарсы сауықтыру кешені бар. Барлығы күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өткен. Инженерлік желілері толығымен іске қосылған дейді жауапты мамандар. Сондай-ақ аумағы абаттандырыла бастаған. Ал мынау Жезқазған медициналық колледжі. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбекке мейірбикелер мен зертхана және басқа да қосымша маман қызметкерлер даярлаудың жай жапсары айтылды. Бұл жерде дуалды оқыту бағдарламасының жүзеге асып жатқаны жайлы да белгілі болды. Студенттер 4 мамандық бойынша білім алуда. Олар Жезқазғандағы ауруханалар мен емханаларда өндірістік іс тәжірибеден өтеді. Сейтқали Әшім, Сайран Ақанбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Қарағандыдағы қоғамдық көліктердің барлығы сәуір айынан бастап электронды билетке көшеді. Әзірге шаһардағы автобустарға арнайы терминалдар жаппай орнатылуда. Жолаушылар тасымалындағы жаңашылдық жөнінде тілші тарқатсын. Сәуір айынан бастап қолданысқа енеді деп күтіліп отырған онлайн төлем аппараттары қазір шаһардағы барлық автобустарға орнатылуда. Жаңа жүйені тұрғындар бір ауыздан қолдап отыр. Айтуларынша, кейбір кондукторлардың сапасыз қызметі мен мәдениетсіздігі біраздің шамына тиген сияқты. Жақсы болушы еді. Карточкамызды алып аламыз да, карточкадан төлеп жүреміз. Бізге де тиімді. Жаңа кондуктор өзіңді мазалап, артыңдан бір өтіп, алдыңдан бір өтіп өйтіп жүрмейді. Өте тиімді. У кондукторов нету сдачи дать по утру, особенно когда на работу едешь. Не всегда бывает этой мелочи. Ну, это будет удобно для людей. Конечно, будет тяжеловато, толпа народу, поэтому у нас, возможно, будут контролеры. Қоғамдық көлік кондукторы Кемел Әбдікәрімовтің жаңа жүйе жұмыссыз қалдырама деген үрейі бар. Десе де смарт-карт онлайн төлемнің енгізілуін қуанышпен қабылдап, заман ағымына орай алға қадам басу деп біледі. Алып істейтін шығар деп ойлаймын енді. Онлайн оплата болса қиын болады ғой енді. Бәленбай жыл істеп келе жатқан кондукторлар да бар. Олар қайда баратынын білмеймін. Сол жұмыссыз қалатын деп ойлаймын енді. Алайда мамандар қазір еңбектеніп жүрген кондукторлар жұмыссыз қалмайды деген алға тартуда. Тәжірибелі әрі қызметіне жауаптылар жолаушылар тасымалын бақылаушы болып іске кіріспек. Мысалға бұл 118-ші Сұрыптау оңтүстік шығыс ықшамаудан аралығына қатынайтын автобус. Күніне мұндай 16 автобус екі аралыққа қатынаса, барлығына да арнайы қондырғы орнатылған. Жүргізушілердің сөзіне сүйенсек, бұл аппараттың тиімді тұстары да жетерлік. Соның бірі ендігі кезекте жүргізушілер жарысып, жанталасып, жоспарды орындауға тырыспайды. Өйткені барлық күнделікті түсімді арнайы қондырғы анықтайтын болады. Егер қолыңызда карта болмаса, жол ақысын ақшалай да өтей аласыз. Ал мүлдем төлемеген жағдайда айыппұл салынбақ. Смарт картаңызды турникеттің сол жақ тумбасындағы валидаторына бассаңыз, төлем көз ашып жұмғанша жүргізіледі. Мақсат Бисенаев, Елнұр Жомарт, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.
Шахтинскідегі Шахтер кентінің тұрғындары көп қабатты үйде тұрса да, құдды бір ауылдағыдай отын тасып, пеш жағады. Жергілікті халық 30 жылдан астам уақыт бойы бұл бейнеттен арыла алмағандарына наразы. Күрмеуі қиын күрделі мәселеге алаңдаған жұрт арнамыздың жедел желісіне көмек сұрап хабарласты. Жауыр болған мәселеге байланысты жұрттың жан айқайын әріптесім Жанбота Рахметоллалы тыңдап қайтты. Шахтер кентінің тұрғыны Бархат Алиақбарова көп қабатты пәтерде тұрса да, ширек ғасыр бойы қиындықтан құтыла алмай жүргеніне қатты қапалы. Себебі 80 жастағы кейуана күн сайын шелек-шелек көмір тасып, күл шығарудан әбден шаршаған. Оның үстіне зейнеткердің жолдасы мен інісі де екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан. Сондықтан қам көңілі қажыған қария тұрғын үйге орталықтандырылған жылу құбырын жауаптылар тезірек тартса екен дейді. Проблемалар біз қашан бітеді, қай уақытта обещать етеді, айтады. Енді осы жасқа келгенде әбден шаршап, әбден отырамыз ол. Амал жоқ, қайда барамыз енді? Неше жылдан беріміз кет. Көргеніміз осы мықнет. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, 30 жыл бұрын осы жерде автономды қазандық орнатылған. Алайда ол 2 жылда істен шыққан. Кейіннен барлық пәтерлерді жылумен қамтамасыз етуге қондырғының қуаты жетпеген. Содан бері қарапайым халық күйліш болып пеш жағып сарсаңға түсуде. Пеш жаға алмаймыз уже, денсаулық жоқ. Бізге центральный отопление керек. Айтуға уже шамада жоқ. Свет жоқ. Соңғы 5 жылдың арасында наразы әлеуметтің қақпаған есігі тоздырмаған табалдыры қалмаған. Ал біз бұқараны алаңдатқан мәселенің мән-жайын осы салаға жауаптылардан сұрап білген едік. Проект разработан у нас. Шахтер кентінің жобалық сметалық құжаттары дайын. Қазіргі таңда жоба мемлекеттік сараптамаға жіберілген. Біз оны 2020 жылдың 1-тоқсанында қолымызға аламыз. Құрылыс жұмыстары 9 ай жүргізіледі. Жоба жүзеге асырылғаннан кейін 62 көп қабатты үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылады. Шахтер кентінде толғауы жеткен түйткіл шашетектен. 3 күн бойы мұндағы тұрғындар жарықсыз үрей құшағында отыр. Жалпақ жұрттың сөзінше, тоқ көзіне күш көп түсетін көрінеді. Салдарынан подъездегі электр қондырғысы жанып кеткен. И крышу надо делать, и дом эта шуба все снимается. Сұрқы қашқан кенттің жарық шамдары да тұр жағылмай, түнде көшені табу қиын жаңылмай. Көп қабатты үйлердің ауласындағы күл мен қалдықтардың үйінділерінен көз сүрінеді. Тұрғындар ақысын ай сайын төлесе де, компания дер кезінде шығармайтыннан алайды. Халықтың мазасын қашырған мәселелер арнамыздың жіті назарында болады. Алайда жауыр болған сұрақтардың қашан нақты шешілетініне тұрғындардың сенімінен гөрі күдігі басым. Бұқараның базынасы талай жылдан бері тұрғындарды тығырыққа тіреп, түйіні тарқатылмай келеді. Тіпті қариялар көп қабатты үйде тұрса да көмір тасу, от жағу бейнетінен арыла алмай әлек. Онсыздай жарықта жоқ. Бұл жердегі әлеумет майшам мен тас қараңғыда күй кешіп отыр. Енді жергілікті жұрт электр қондырғысын ауыстыру үшін әрқайсысы 3000 теңгеден жинауы қажет. Жанбота Рахметоллаұлы, Жайнат Дәуітжанұлы, Аман жолы, Сарыарқа телеарнасы. Қарағандыда полиция қызметкерлері мен еріктілер бірігіп, есірткі жарнамасымен күресу шараларын ұйымдастыруда. Тек былтырғы жылдың өзінде олар облыс бойынша 900-ге жуық жарнамалар үлгісін жойған көрінеді. Шараны өткізуге 50 полиция қызметкері жұмылдырылған, сонымен қатар қоғамдық ұйым өкілдері де мүмкіндігінше қол ұшын беретін болады. Олар бірге отырып есірткі жарнамасы бар суреттерін анықтап, оларда жойған. Бүгінде бір қатар әшкерлеу жұмыстары өз нәтижесін берген. 2019 году у нас сотрудниками 2019 жылы тәртіп қорғаушылары 2 ауқымды акцияны өткізген болатын. Соның нәтижесінде 900 граффити суреттері жойылды. Заңды бұзатындар көбіне кәмелет жасына толмағандар. Олар үшін ата-аналары әкімшілік айыппұл төлейді. Бүгінгі таңда заңсыз жарнама және насихаттау мақаласы өз күшіне енгеліп отыр. Ол электронды жүйе арқылы немесе қоғамдық жерде есірткіні жарнамалаған тұлғаны қылмыстық жазаға тартуды көздеген. Сол себептен заңсыз әрекет үшін қылмыскерге 15 жылға дейін бас бостандығына айырылу жазасы қарастырылады. Ал егер есірткіні кәмелет жасқа толмағандарға сатқан фактісі тіркелсе, айыпталушы өмір бойғы бас бостандығынан айырылуға әбден мүмкін. По городу Караганде были выявлены такие... Қарағанды бойынша дәл осындай фактілер анықталды. Көбіне есірткіні жарнамалауда кәмелет жасына толмағандар қолға түсуде. Олардың айыппұлдарын ата-аналар төлейтін болады.
Қарағандылық полицейлер тұрғындарға азаматтық борыштарын өтеу мақсатында сыртта қалмай, керісінше аталған шараға қол ұштарын берулерін сұрайды. Егер есірткі жарнамасын көріп қалсаңыз, немесе сатып жатқан тұлғаның үстінен түссеңіз, бірден полицияға 102 нөмірін тере отырып хабарласуға болады. Аймас Ағатай, Олжас Ғаббас, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы. Түске дейін келіп түскен ақпараттар легі осында. Эфирде жағымды жаңалықпен жүздескенше Арқа Ньюспен бірге болыңыздар.